Қазір әлемде жасанды интеллект адам өмірінің барлық саласын түбегейлі өзгертуде. Бұл үдерістен Қазақстан да тыс қалмай жасанды интеллект бағытында мамандар даярлауды қолға алды. 2023 жылы Қызылордадағы Қорқыт Ата атындағы университет базасында еліміздегі тұңғыш жасанды интеллект институты ашылды. Институт Оңтүстік Кореяның Сеултех университетімен әріптестік негізінде құрылып, халықаралық Люпик жобасы аясында жұмыс істеуде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бұл Технотренд бағдарламасы. Бүгін біз жасанды интеллект институтының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Нұрлан Құлмырзаев институттың жұмысы, оқу бағдарламасы және студенттерге ұсынылатын мүмкіндіктер туралы білетін боламыз. Нұрлан мырза, ең алдымен жасанды интеллект институтының құрылу тарихы мен мақсаты туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, сұрағыңызға рахмет. Жалпы жасанды интеллект институты бүгінгі таңда осы тек қана Қызылордада емес, біраз осы Қазақстанның оқу орындарында бәрінде құрылып жатыр. Біздің негізгі құрылу тарихымыз ол тікелей Кореямен байланысты. Өздеріңіз білесіздер, осы біздің Қорқыт Ата университеті 1937 жылы Корея елінен депортацияға келген осы үлкен ғалымдардың, педагогтардың әсерінен пайда болған университеттің бірі. Сол ізбен біз қазір осы Корея елімен байланыса отырып, әрі қарай осы ізді жалғастыруының арқасында осында үлкен бір институттың осы үлкен саланы қалыптастырып отырмыз. Яғни бүгінгі таңда біз осы кезінде осы 1937 жылы келген кезде бізде педагогика саласымен, осы ауыл шаруашылық саласын біздің Корея ұлты әкелген болса, бүгінгі таңда біз олардың технологиясын бізге әкелуді қазір ұсынып отыр ол кісілер. Және де осы Кореядағы Сеул ұлттық ғылым және технология университетімен тікелей біз байланыстамыз. Осы жасанды интеллект институтындағы білім бағдарламалары барлығы осы Сеултехпен бірге бірлесіп құрылған. Және көптеген біздің осы пәндеріміздің барлығы тікелей жасанды интеллект, машиналық оқыту, дата-аналитика соған бір байланысты. Институттың ерекшелігі халықаралық әріптестік негізінде, соның ішінде Кореяның беделді Сеултех университетімен бірге байланысты құрылу. Осы серіктестік аясында нақты қандай қадамдар жасалды және облысқа тигізер пайдасы қандай, осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Жалпы Сеултех бүгінгі таңда Сеул қаласындағы ұлттық университеттің бірі, яғни жалғыз ғана ұлттық университет. Бұл жалпы бағыты инженерлік бағыт, техникалық бағыт. Неге жасанды интеллектті Сеултехтен алып отырсыңдар дегенде бізге көп сұрақтар туды. Корея елінде бізден осы Қазақстанның университетінен бір ерекшелігі, біз енді жасанды интеллектті соңғы 4-5 жылда қолға алып отырмыз ғой. Бізде жасанды интеллект бөлек мамандықтар ретінде жүр. Мысалы модельдеу деген сияқты, дата-аналитика, дата-сайенс деген бөлек мамандықтар ретінде жүр. Кореядағы бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының аналитика жасасақ, ол жақта жасанды интеллект бүкіл саланың ішіне кіріп кеткен. Яғни біз басында олармен осы біз жасанды интеллекттің мамандығын ашайық дегенде ол кісілер түсінген жоқ, сендер неге жасанды интеллектті бөлек ашқыларың кеп тұр, жасанды интеллектті ішіне қарай кіргізіңдер бәрің деді. Енді біз бірнеше этап қылып, біз бүгінгі таңда осы IT мамандықтарын алдық. IT мамандықтардың 50-60% біз дата-аналитикамен осы машиналық оқытуға қарай алмастырып жібердік. Бұның ішінде киберқауіпсіздік бар, бұның ішінде компьютерлік бағдарламалау, бұның ішінде информатика пәнінің мұғалімі бар, бұның ішінде ақпараттық жүйе бар. Бұл біздің бірінші этап. Екінші этап, келесі жылдан бастап біз басқа да мамандықтарға кіре бастаймыз. Бұның ішінде менеджмент саласына кіреміз, басқару саласына осы AI-лар мен жасанды интеллекттің пәндерімен кіреміз, 30-40%-ға дейін алмастырып жібереміз. Химия саласына кіреміз, мұнай саласына кіреміз, экология саласына кіреміз. Яғни біртіндеп осы қазіргі таңда Сеултехтің тәжірибесі негізінде біз өзіміздің университетімізде трансформациялап жатырмыз. Яғни бүкіл мамандықтарымыздың білім бағдарламасының ішіне осыны жасанды интеллектке байланысты пәндерді кіргізе бастаймыз. Бізде өздеріңіз білетін болсаңыздар, тарихта осы компьютер жалпы біздің Қазақстанға әлемге келген кезде біздің университетте бар, Word-пен, PowerPoint-пен, слайдпен жасайтын кезде енді бір 15-20 жыл бұрынғы әңгімені айтып тұрмын. Сендер IT мамансыңдар, слайд жасаңдар дейтін тұғын. Бүгінгі таңда слайдты барлығы жасай алады. Дәл сол сияқты тренд жасанды интеллект деген кезде, сендер IT мамансыздар, жасанды интеллектте сендер жасаңдар деп осы 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын айтып атса, өзіңіз көріп отырсыз, бүгінгі таңда өзіңіздің әріптестеріңіздің барлығы қазір генеративті жасанды интеллектпен айналысып отыр, өз видео монтажерларымыздың барлығы уже AI-ларды пайдаланып, өзінің монтажында пайдаланып жатыр. Жалпы AI қазір жасанды интеллект барлық салаға кіріп кетті. Сол себептен біз қазір осы жасанды, біздің ерекшелігіміз жасанды интеллектті біз барлық
білім бағдарламасының барлық мамандықтарын ішіне қарай кіргізіп жатырмыз. Жалпы бізде қазір таңда айтып өткенімдей бірлескен білім бағдарламамыз деген бар, және қос дипломды бағдарламамыз деген бар. Бірлескен білім бағдарлама, бұл біздің бағдарлама дәл осы Кореядағы білім бағдарламамызбен екеуі сәйкес. Қазір біздің студенттер не оқып отыр, Кореяда дәл соны оқып жатыр. Бүкіл біздің силабусымыз, білім мазмұндарымыз бәрі біз олармен сәйкестендірілген. Біздің осы өткен жылы біз бірінші курстарымызды қабылдадық. Сол балдарымыздың білім нәтижесін жақсы көрсеткен балдарымыз келесі күзде бізде 6 баламыз Кореяға бара жатыр оқуға, жарты жылға. 4 баламыз Бельгияға оқуға бара жатыр. Бүгінгі таңда бізге үлкен-үлкен шетелдік университеттерден жақсы сұраныстар түсіп жатыр осы қос дипломдық бағдарламаларға. Енді бізге тек керегі студенттеріміздің осы білім мазмұнымызды біздің игеріп, білімдерін жақсы нәтиже көрсеткен балдары біз жан-жаққа жіберуге қазір дайындап жатырмыз. Яғни осы күзде біз осы 12 баламызды сыртқа дайындап жатсақ, көктемге тағы да бір 15 баламызды сыртқа дайындап жатырмыз. Яғни олар академиялық ұтқырлықпен, қос дипломмен жаққа барады. Осы биылдан бастап 25-26 оқу жылынан бастап біз қос дипломды бағдарламаны іске асырып жатырмыз. 2 түрлі мамандық болады бізде, архитектор және дата менеджмент. Осы 2 сала бойынша 2 жыл Қазақстанда және 2 жыл Оңтүстік Кореяда оқуға балдарымызда мүмкіншілік бар. Бұл жерде тек қана біз осы территориямыз біздің тек қана Қызылордамен ғана шектелмейміз. Бізге Қазақстанның түкпір-түкпірінен және шетелден де студенттер қазір қызығып жатыр. Өткен жылғы студенттеріміздің арасынан бізде тек қана Қызылорда емес, Қазақстанның Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстаннан студенттеріміз бар. Бізге келіп оқып жатқан. Осы биыл тағы да біз тек қана Қазақстанға емес, енді біз осы жанымыздағы республикалар, бұл Өзбекстаннан, Әзербайжаннан, Монғолиядан, Қытайдан студенттер күтіп отырмыз. Бізге өткенде ғана Бангладештен студенттер жазып жатыр, Пакистаннан студенттер жазып жатыр. Сіздерге келіп оқып білім алсақ болады ма деп. Яғни қарап тұрсаңыздар, бір ғана жұрттың ойынша Қызылордада не бар деген ғана бір ауыз сөз осы кезге дейін жұрттың ойында сондай нәрсе қалыптасқан, бірақ біз айтар едік, осы білімнің арқасында Қызылорда қазір әлемге біз өзімізді жар салып танытып жатырмыз. Облысқа қандай пайдасы бар? Бүгінгі таңда бізде облыста үлкен мәліметтер қоры жиналып қалды. Бұл қай саланы алмасақ та, ол білім саласы да, бұл денсаулық саласы да, бұл бүгінгі таңда статистика басқармасында дата өте көп, мәлімет өте көп. Бір біздің кемшілігіміз, мәліметтерді біз өңдей алмай жатырмыз. Мәліметті біріншіден өңдейтін біздің инфраструктурамыз жоқ, екіншіден мамандарымыз жоқ. Біздің негізгі саламыз, осы жасанды интеллекттің ішіндегі негізгі саламыз дата аналитика. Біз қазір бүгіннің өзінен біз қазір үлкен-үлкен жұмыстарды жүргізіп бастап жатырмыз. Дата аналитика саласында үлкен жұмыстарды жүргіздік. Қазір біз енді қазірмен барлығын жалпы айтпай-ақ қояйын, уақытта алып, бірақ осы алдағы жарты жыл, бір жылдың ішінде біздің үлкен нәтижелерімізді көресіздер. Оның бір несі, мысалы бір саласының өзі, бұл агро аймақтардың барлығын аналитика жасап, агро аймақтарға жалпы анализ беріп, және олардың болашағын айту. Екінші нәрсе, бұл қазір таңда біздің ғалымдарымыздың айналысып жатқаны Urban AI деген бізде қазір инструменттеріміз бар. Бұл жалпы Қызылордадағы осы машиналардың потоктары бар ғой, жүріп жатқан, солардың барын суреттерін ала отырып, оларды оқыту арқылы қай жерлерге светофорлар тағы да жетіспейді, сол бойынша аналитикалық материалдар дайындап жатыр. Тағы да бір үшінші үлкен жоба қазір бастап жатырғанымыз, ол біздің Қызылордадағы өзіңіз білетін жедел телефон шалу орталықтары бар, 112, 109, 106 дегендер. Сол ақпараттардың бәрін алып, сұрыптай отырып, жалпы осы 3 жылдық, 4 жылдық соңғы мәліметтерді ала отырып, жалпы Қызылордадағы алгоритмдерді шығару бізге, заңдылық алгоритмдер, яғни қай мезгілде қандай аурулар, қандай қоңыраулар бізде көп болады, және оның ең бірінші тек қана анализдің бір плюсы, бұл тек анализ ғана шығарып қоймай, біз оны алдын ала біз болжай аламыз. Яғни 25 жылдың күзінде, болмаса 25 жылдың көктемінде біз қандай көбірек қауіп-қатерге душары болуымыз мүмкін, және осыны алдын алу үшін біз не істеуіміз керек деген анализ, бұның артынан біз прогноз алда преанализ жасай аламыз. Жасанды интеллект және IT саласына қызығатын жастар жасанды интеллект институтына түсу үшін қандай талаптар бар? Бүгінгі таңда біздің талаптарымыз, оқушыларымыз математика, информатика деген таңдау пәнін таңдау керек. Екіншіден, ол балдарда ағылшын тілі деңгейі өте жоғары болу керек, яғни IELTS 5+,
6 болып жатса тіптен жақсы. Өйткені Кореяға кету үшін ол жаққа 6 біз талап етеміз. Яғни ол бала бізге 5 плюспен түсе отырып, бірақ бір жылдың ішінде ол ағылшын тілінің деңгейін IELTS 6 плюске жоғарыға көтеру керек, және кәріс тіл деңгейін топик 3-те плюс жоғары деңгейге көтеру керек. Одан бөлек енді өткен жылғы біздің нәтижеміз бойынша 85-тен жоғары балдар бізде негізгі түскен еді. Биыл біз балымыз одан жоғары болады ма деп отырмыз, яғни 90 плюс балмен келетін болса, балдарымыз бізге түсе алады. Түскеннен кейін бізде бұл жақта оқуымыз бізде оңай болмайды, өйткені дәрістеріміз ағылшын тілінде жүреді. Ағылшын тілінде жүрмеген дәрістердің өздері, мысалы Қазақстан тарихы ол қазақ тілінде жүреді ғой, бірақ үй жұмысын ағылшын тілінде балалар тапсырады. Және бүкіл сабақтарымыздың барлығында осы жасанды интеллект барлық пәндеріміз ішіне кіріп кетті біздің. Қазақстан тарихының өзінде ол лекцияны кәдімгі өтеді, бірақ бала үй жұмысын жаңа жасайтын кезде міндетті түрде жасанды интеллектпен байланысты тапсырмалар жасап келеді. Яғни батырлардың суреттерін генерациялап алып келеді, болмаса оларға сол бір оқуға қатысты видео жасап алып келеді деген сияқты. Яғни әрбір пәнінде уже ерекшелік бар бізде. Институттың болашақтағы даму жоспары қандай? Жалпы тек IT мамандарын даярлау бағытында ғана жұмыс жүргізіле ме, әлде ғылыми зерттеу, инновациялық жобалар, стартаптарға қолдау көрсетіле ме? Жаңа айтып өткендей, бізде институтымызда біз дата-аналитика саласына қарай бұрылып жатырмыз. Жалпы негізгі біздің Қызылорданың саласы осы дата-аналитика болады, дата-сайенс біріншіден. Екіншіден, дата-сайенсті біз тек қана IT-ге ғана емес, барлық техникалық салаларға, гуманитарлық салаға кіргізіп жатырмыз. Енді мысалға қараңыз, дата-сайенс пен гуманитарияның екеуінің не байланысы бар деген сұрақ туады. Бізде өткенде ғана бір ғылыми жұмыстар жарысы болды осы жерде. Сол кезде енді студенттерімізге біз мынандай тапсырма алып шықты. 3 түрлі мифология бар. Мысалға, Индияның мифологиясы, Грецияның мифологиясы, шведтердің мифологиясы. Сол мифологиядағы сол ежелгі құдайларын ала отырып, соларға айтылатын жаңағы әртүрлі ұрандары бар, соларды аналитика жасай отырып, сол ғасырда қандай қауіп қатер болды, адамдар неден қорқты деген үлкен аналитика жасады. Бұл тек басы ғана. Біз осы модельді алып, бүгінгі таңда сыр елінде мекендеген, мысалға осы соңғы 15 ғасыр мен 20 ғасыр аралығындағы ақын жазушылардың бүкіл шығармаларын ала отырып, оларға дата аналитика жасай отырып, олар осы өлеңдердің арқасында біз жақсы олардың ішкі жан дүниесін, яғни эмоциональный фонын біз қалыптастыра аламыз, көре аламыз. Бұл деген бір адам, екі адам отыратын болса, бұл өте ауқымды жұмыс, бірақ осы алгоритмдердің арқасында, жасанды интеллект арқасында біз осындай есептеулерді шығара аламыз. Яғни қарап тұрғандарыңыздай, жасанды интеллект бұл жерде барлық салаға бізде кірейін деп жатыр. Осы дата-аналитиканың тиіспейтін саласы жоқ, барлық салаға кіреміз. Ғылыми жұмысымыз қазіргі таңда біз үлкен жобаларды жасап министрлікке жіберіп қойдық. Осы Құдай қаласа бір жылдың ішінде бізге үлкен жақсы жаңалығымыз келуі мүмкін. Қызылордада үлкен дата аналитикалық үлкен орталық құрамыз. Бұл дата аналитика орталық өзінің сервермен болады, өзінің жаңағы мәліметтерді өңдеу орталықтармен болады, және үлкен осы шетелдік ғалымдарды тартылған үлкен коллаборация болады. Үлкен жұмыстарды біз бастаймыз. Және де ең соңғы сұрақ, жасанды интеллект соңғы 5 жылда қалай дамиды деп ойлайсыз, жеке пікіріңіз? Дәл қазір енді мен жасанды интеллект қалай дамиды деп айта алмаймын. 5 жылдан кейін емес, 1 жылдан кейін деп қайна айта аламыз. Өйткені 5 жылдан кейін дәл осы режиммен, темппен кете беретін болса, бұл сұраққа жауап беру өте қиын болады. Өйткені өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қазір ғана тренд болып жатыр. Интернетті ашып қарасаңыз, видеолардың өздерін, кинолардың өздерін қазір AI-мен жасап, кішкентай роликтер, осы 20 секундтық роликтерді түгелбейлі AI-мен жасап жатқан роликтер шығып жатыр қазір. Бұл америкалық жаңа VO 3 деген режиммен істеп жатыр бұлардың барлығы. Жасанды интеллект бүгінгі таңда бүкіл біздің басқару жүйесіне, анализ жүйесіне және алдын ала болжау жүйесіне қазір кіріп, жалпы біздің өмірімізді басқаруға келе жатыр. Енді мына нәрседен ұғыну керек та, жасанды интеллекттен қорқудың қажеті жоқ. Одан қорқа беретін болсақ, ол бізді басқара береді. Жасанды интеллекттен мықты болуымыз керекпіз, оқуымыз керекпіз, креативті болу керек. Және жасанды интеллектке қазірден бастап директивалар салып қою керек.
директивалар дегеніміз жасанды интеллект қай жаққа оңға, қай жаққа солға бұрылуға болады, болмайды деген сияқты. Сол кезде біз жасанды интеллектті бағындыра аламыз. Ал бірақ қазір жасанды интеллекттің соңғы деңгейі қазір ол бүкіл медицина саласына бағына кіріп кететін болса, үлкен ауруларды емдейтін, үлкен есептер шығара аламыз біз. Пайдасы өте көп. Ең бірінші пайдасын біз оның осы адамның қауіпсіздігін сақтауға арналған үлкен шешімдер шығаруға болатын, мінекей сол жағына қарай жақсы шешімдер пайда болады бізде. Нұрлан мырза, институт жұмысы мен алдағы жоспары туралы құнды және толық ақпарат бергеніңізге шынайы алғыс айтамыз. Жасанды интеллект институты өңірдің технологиялық дамуына ғана емес, еліміздің халықаралық білім кеңістігіндегі мәртебесін көтеруге де үлкен үлес қосады деген сенімдеміз. Уақыт бөліп сұрағымызға жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Добра. Барлық қызылордалықтарды, ата-аналарды, оқушыларды біздің институтқа келуді шақырамын. Өткен жаңа өздеріңіз естіп отырғандарыңызда 2 жыл Қазақстанда, 2 жыл Оңтүстік Кореяда білім ала отырып, Қазақстанның үлкен экономикасын дамытуға үлес қосатын үлкен жақсы мамандарды біз шығарамыз деп уәде береміз. Сіздермен бірге болған Технотренд бағдарламасы келесі кездескенше.